Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде шоколадный пирог. Бірінші құрай ингредиенттерді қосып аламыз. ұн, қант, тұз, нан содасы, какао қосып араластырамыз. Келесі жұмыртқа, сары май, оливковый май, сүт, ванилин қосып араластырамыз. Шашырамас үшін мен миксерді қоспай араластырып алдым. Сонан соң миксердің көмегімен араластырдым. Ең соңында винный уксус немесе 6% яблочный уксус қосамыз. Араластырып болған соң формочкамызға пергамент қағазын төсеп майлап массамызды құямыз. «175 градусқа қызып тұрған пешке 50-60 минутқа қоямыз. Дайын болған тестомыз суымдегенше шоколадный глазурь дайындаймыз. Сары май мен шоколадты біріктіріп ерітіп аламыз. Дайын болған шоколадный глазурьді пирогқа жағамыз. Өз қалауларыңызға қарай сахарный пудрамен әрлеуге болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.